Біз құқықтық қатынастар заманында өмір сүріп жатырмыз. Ірі компаниялар, не болмаса әкімшілік тартыстар түгіл, екі адам болмашы дүниеге араздасып қалса, сотқа жүгінетін болды. Кейде ойда келеді, осы біз тым сотшы болып біткен жоқпыз ба дегенде. Артынша өзіңе өзің қойған сұрағыңа іштей жауап та табылып жатады. Сайып келгенде бұл заңның үстем құрған шағы емес пе? Яғни кез келген азаматтық келіспеушілік сотта шешімін табу керек. Армысыздар. Бүгін біз сотта төрелік еткен судьялардың құқығы мен мәртебесі туралы сөз қозғауды жөн көрдік. Білсек, олардың қызметінде бірқатар өзгерістер бар екен. Театр киім ілгіштен басталады деседі. Ендеше соттың бастауы мына жер болса керек. Әр сот ғимаратының кіреберісінде талап арыздарды қабылдау терезесі бар. Біреуі үмітін, екіншісі күдерін көтере келеді. Сот отырысын ашық деп жариялаймыз. Оны қаралатын істің. Ашық деп жариялаймыз. Сот құрамында судья Миртаева. Сот процесі. Адам сот залына әдетте даумен, кикілжіңмен барғандықтан бұл жердің ауанында аса жағымды емес. Тек кейбіңі көп мына тірлікте әйтеуір баруға тура келеді. Күніне мыңдаған адам сотқа шағымданып келеді десек, әрқайсымыз өз шындығымызды дәлелдеу үшін баратынымыз хақ. Ол істің қалай шешім табатыны тікелей төрағалық еткен судьяға байланысты болмақ. Осы күнде нақты айтайын дегенім, сот статистикасы бойынша, республикалық статистика бойынша 98-ден астам пайыз шешімдер ол заңды болып табылған. Аудандық сотта айтатын болсақ, жыл сайын 1000-2000-ға жуық істер көбеюде. Расында да Сарыарқа сотының мәліметіне жүгінсек, азаматтық істердің саны көбейген. Олардың арасында некені бұзу, яғни ерлі зайыптылардың ажырасуы, одан кейін мүлік бөлісу, ол аздай баланды бөліске салатындар табылады. Қаржылық дағдарыстың салқыны тиді ма, соңғы кезде банк пен пәтер үшін дауласқандардың қатары көбейген. Кез келген істі қараған кездері оны жан-жақты толық қарауға тырысамыз. Сондықтан да істердің оңай болмайды. Шешім қанағаттандырылған жағдайда қанағаттандырылмай екінші тарап қалады. Сондықтан да ол жақты да біз ойлаймыз, бірақ енді заңнан біз бәрібір де әрекет алмаймыз. Гүлдана Шарапатованың судьялық қызметіне тағайындалғаны 2 жылға жетер-жетпес уақыт қана. 10 жыл. Заң саласында ұстаздық еткен маман судья болуды армандағанын айтады. Бүгінгі күніне жету үшін талмай еңбек еткенде жасырмады. 100 сұрақ болды. Мен тапсырған кездері 91 балл жинадым. 5 бағасын алдым. Екінші этапта бір 10-15 шақты біліктілік комиссиясының мүшелері отырды. Тізім бойынша кіргізді комиссияның алдына. Сосын столда емтиханның билеттері тұрды. Билеттер, сол билеттің біреуін аласын, қалаған билеттің өзін сол билетке алған кезде үшінші 3 сұрақ болады. Сол 3 сұраққа дайындалуға уақыт бермейді. Алған уақытта тек бір қарап шықтым да, үшеуіне жауап бердім. Үшеуіне де дұрыс жауап бердім, екінші 5-імді алып шықтым. 3 баланың анасы бола тұра Гүлдана Шарапатова бәрін тастап жарты жыл тек емтиханға дайындалды. Жолдасы да түсіністікпен қарап қажетті кодекс заңдарды әкеліп беріп отырады. Білім сынағынан өткеннен кейін судьялыққа үміткер әртүрлі соттарда 1 жыл тағылымдамадан өту керек екен. 2 ай қылмыстық сотта, 2 ай әкімшілік сотта жүріп, қатысқан сот ісіне өз қаулысын жазып береді. Соған қарап білікті судьялар үміткерге баға қояды. Гүлдана Шарапатова өткен бұл жол ескі тәртіп. Мемлекет басшысы 5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспарында төрағалық еткен судьяларға қойылатын талаптарды күшейтуді тапсырды. Үлкен құжаттың 16-шы қадамынан 34-ші қадамына дейін осы судьяларға арналған. Оның ең біріншісі, егер де ескі заң бойынша судья болу үшін 2 жыл жұмыс өтілі заң саласында жеткілікті болатын болса, қазір енді сот хатшысы ретінде 5 жыл жұмыс стажы болу керек, болмаса адвокат немесе прокурор қызметінде 5 жыл жұмыс стажы болу керек деген талаппен енгізілді талаптар осындай. Болмаған жағдайда заң саласында 10 жыл жұмыс стажы болу керек. Демек, үміткер сот жүйесінде 1 жыл тағылымдамадан өтіп, бұл жүйенің қыр-сырына қанығу керек. Оның сыртында жұмысына қарай 5 не 10 жыл заң саласында қызмет етуі тиіс. Келіп түскен істі соттың өндірісіне қабылдау, оны тиісті түрде рәсімдеу, тараптарды сотқа шақыру, яғни осылардың барлығы осы соттың хатшысы жүзеге асыратын жұмыстар. Одан кейін де сот хаттамасын жүргізеді және кез келген сот процесіне қатысқан кездері хатшы бос отырмайды, осы процестің барысын көріп отырады. Сондықтан да жаңа хатшыларымыз бұл судьяларға үміткерлердің бірі деп айта аламыз. Бірақ енді 5 жыл жұмыс стажы деп айтамыз, 5 жылдың ішінде ол хатшы өзі де
егер де судья болам деген ойы, сондай бір мақсаты болатын болса, ол дайын судья болып шыға келеді деп айта аламыз. 5 жыл сот хатшылығы қызметіне көбі шыдай бермейді, деді Сарыарқа сотындағы мамандар. Тек судья болып, мақсатыма жетем дегендер ғана төзеді екен. Бұдан бөлек, ендігіде судьялыққа үміткерлер полиграф деген күрделі құрылымның тексеруінен өтпек. Полиграф ол, мен білуімше, бүгінде Қазақстанда міне прокуратура қызметкерлерінде қазір қолданып жатыр дейді, аттестацияларын өтіп жатқан кезде. Бірақ ол коменданттың характері болып есептеледі, бірақ мен естіген бойынша сот жүйесінде де жүргізетін ой бар. Сонда полиграфия, бүкіл дүние жүзі сол полиграфияны қолданып жатқан соң, мен ойлаймын, ол да бір өзінің жақсы жағын көрсетеді деп ойлаймын. Грек тілінен аударғанда көп жазу деген мағынаны білдіретін қондырғы түрлі жағдайдағы адамның бойындағы психофизиологиялық өзгерістерді қадағалайды. Тыныс алу, жүрек қағысы, терінің тітіркенуі сияқты факторлар есепке алынады. 1880 жылдары зерттеле бастаған италиялық Моссо есімді физиологтың ғылыми жобасы 20 ғасырдың басында ақш-та жүзеге асты. Ол жақта полиграф зерттеуіне көбіне көп қылмыскерлер түсетінін білеміз. Судьялар осы адам құқықтарын қорғау үшін, азаматтардың құқықтарын бостандықтарын қамтамасыз ету үшін қызмет ететін тұлға. Сондықтан да судьялыққа келетін азамат қаншалықты дайындығын, оның қаншалықты осы қызметті алып кете алатындығын, соның барлығын растап, жан-жақты тексеріп барып кету керек. Сондықтан да мүмкін ол дұрыс, меніңше ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Судья, мына міне тұлға, мынаны бүйтіп үлкен жылжытуға да болады, міне көргізіп көріңіз, бүйтіп айландырып, барлық нақты, бәрі көрілген, сапасы өте жоғары. Астана қаласы Сарыарқа сотының төрағасы Арман Жүкенов сот залында орнатылған аудио бейне камералары арқылы өтіп жатқан кез келген процесті бақылай алады. Бұл да заманның талабына сай жасалған игістің бірі. Ол біріншіден соттың ашықтылығы, екіншіден мына сот мәжілісінің хатшыларының жұмысын жеңілдетіп отыр. Бұрынғы кезде бір томда үлкен сот мәжілісі 2 сағат болса, сол сот мәжілісіне сөйлеген бәрінің хаттамасын толтырып, жазбаша түрде стенографиясын жасап, жазбаша түрде толтырушы еді. Қазіргі күнде тек қана бір кнопкасын басады, дискіге жаңағы видеомыз камерасына жазылады, сол дискіні алады, іс материалына тіркейді. Сонымен әрбір іске қатысқан сол дискімен танысу құқықтары бар. Яғни бейне жазбаны тек арызданушы ғана емес, жауапты жақты артынан көріп, істің неліктен осылай өрбігенін қалады. Сондай-ақ, осы арқылы судьялар шығарған шешім түгіл сөйлеген сөзі, іс қимылын бақылап отыра аласыз. Сот процесі басталмай тұрып, әдетте судья тараптардан сотқа сенесіз бе деп сұрайды. Тағдырларды шешкен бүгінгі заманның билеріне соңғы кездері халық әрқилы сеніммен қарайтын болды. Біреуміз жақтаймыз, екіншісіміз даттаймыз. Қалай болғанда да түсі суық болып білген сол судьялардың өздері үлкен жүк арқалап жүр. Заңға сәйкес әділ шешім шығарып отырмын деп, сонымен өзім бақтаймын. Себебі білем, шешім шығарғаннан кейін тараптардың біреуі ол шешімге келіспеуі мүмкін. Ал судьяның қолында тұрған түк те жоқ. Біз заңға сәйкес келіп түскен істі қарап береміз. Елімізде медиациялық, яғни тараптардың өзара бітімгершілікке келуіне жол ашық. Әрине, болмашы нәрсеге араздасып, артынша сотқа жүгірген сол ерлі зайыптылар мүлік бөлісіп, бар мүлігінің 1%-ын баш салық ретінде үкіметке бергенше ымдасып шешкенде оң ғой. Тек сотқа жол түспегені игіде. Халық тура биде туған жоқ, туғанды биде әділ жоқ дейді. Дөп айтқанда, өйткені адами факторлар әркез болады. Жанындағы бір адамға ақыл айтсаң, оның жауапкершілігін көтересің. Оның жанында бәз біреудің мұңы мен қайғысына ортақтасуың керек. Осыдан кейін болса керек, шындық көп, ақиқат жалғыз деп жатамыз. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.